Сәлем! Дәмді лайф YouTube арнасы көрермендері, сіздермен бірге мен Назерке. Бұл менің алғашқы видеоролигім, сол үшін сәл қобалжу бар. Біздің YouTube арнадан сіздер дәмді әрі тез дайындалатын тағамдармен танысатын боласыздар. Бүгін біздің жасайтын тағамымыз пицца. Үй жағдайында артық ешқандай зат жоқ. Он, су, колбаса, дрожь, тұз, сыр, қияр, помидор, потом соусқа кетчуп пен майонез и қант қосамыз, тестасына болды. Май бар екен ғой. Май бар. Ал ендеше бастайық. Біз бірінші бір стакан жылы су дайындап алдық. Сол жылы суымызға майдан бастайық. 3 ас қасық дәу астық немен, ложкамен май құямыз. 2, 3. Bir чайная ложка дрожь. Biraz bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kan salımız. Bunu ben aralastırıp qantini tuzu erkasini. Şimdi bizim dayındap qo'ygan 3 stakan unumuz var. Sol dayın unga 3 stakan su dayın smesimizni quyamiz da nan deymiz. Testo deymiz. Mene testamız dayın bu. Bu testani tındırıp 15-20 minut koyamız. Betin pişiyor plonkayla çok koysak болады. Testamız tınğanша қалған ингредиенттерді турап дайындап береміз 20 минуттан 15 минутқа. Biz mына жерге артық заттарын тауысақ керейміз. Май. Мына тарелкаға тұрған заттарымды қоямын. Колбасадан бастайық. Негізі пиццада домалақ болып тұрады, бірақ біз балаларға жасап жатқаннан кейін балаларға жеңге удобно болсын деп кубик қылып тураймыз. Майдалау. Бірақ әркім өзінің майдалау турай берсе болады. Колбасамыз турап болды. Машинке алып қоямыз. Енді қияр мен помидор тураймыз. Бұларды да солай кубик қылып терейміз, тапсырамыз. Бәрін бір формада тура береміз. Yarımızda turap болдық. Дәл осылай помидорымызды да тураймыз. Bir пиццаға менде примерно жарты колбаса, 2 қияр кетті. Қазір енді помидорды көреміз. Көз мөлшерге қарап қоса берсе болады. Менде қалай ұнайды. Помидор мен қияр қоспайық. Тек колбаса мен сырмен де жасай берсе де болады.
үйде не бар, сол зетпен балаларға жасап беріп жатырмын. Сочный вот. Помидорымыз турап болдық. Енді тақтаймыз бен пышағымыз шеткілі отырамыз. Енді кезекте сырды теркадан өткіземіз. Сырды өздеріңіз либо сливочный ма, жоқ моцарелла ма, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ала бересеңіздер болады. Мендегі моцарелла деген сыр. Банағы нанымызды енді алып жаямыз. Ашып, дайын тұрмау керек емес бізге. Бұл нанды онмен жайса да болады, онсыз өзін жайса да болады, бірақ кішкене он сүйіп жейді. Жайлаған тезде болсын. Тестам жаңа мен қатты болып кетті да, жан-жағын кесіп алсам табама симей кетті. Табам дайындап қойғам. Май жағып, ойбай. Енді соған тестамызды саламыз. Енді дайындап қойған жаңа майонез бен кетчубымызды, пиццаның кетчубы соусы басқа болады, бірақ енді біз үйдің жағдайында соуспен жасай саламыз. Бізде бірінші колбасамыз сап аламыз. Болмаса бәрін алып бір неге сап араластырып сала берсеңіздер де болады. Разница жоқ. Колбасамызды помидор қиямыз сүйіп болдық. Енді бұлар бізге қажет емес, алып тастаймыз. Енді дайын пиццамызды духовкаға саламыз. 15 минутқа 200 градусқа. Мен духовка қыздырып қойғам, дайын. Енді 200 градусқа 15 минутқа қойдық. Дайын болған кезде сырды бетіне себе саламыз и 3 минутқа қайта салып аламыз. Сонымен пиццамыз дайын болады. Пиццамыз да дайын болып қалды. Қазір алып, үстіне сырын сеуіп қайта саламыз. Қуатым. Не сияқты мен. Так, енді бұған аламызда сырымызды себеміз. Сырымыз сүйіп болдық, енді қайтадан духовкамызға салып, бір 3 минутқа қойып аламыз, сырымыз ерісе болды.
Pizzamızı saldık. 3 minutqa. 3 minuttan qaytalamız. Vaqt bo'ldi. Biz pizzani duxovkadan alayıq, ko'raylik. Pizzamız dayım bo'ldi. Al endi kesib dayım ko'raylik. Sirida xushli bo'lib yerib tur. Türü apetitli. Dam lekin. Xushli bo'libdi. Jasab sizlarda dami ko'ringizlar.